Сәлем достар, бүгін біз құйрық майға ұнды қуыратын боламыз. Алдымен құйрық майымызды төрт бұрыштап тураймыз. Қазанға салып қуырамыз. Араластырып тұрамыз. Өте қатты емес, орташа отта қуырып жатырмыз. Мінекей құйрық майымыз қоңыр түске еніп келе жатыр. Мінекей құйрық майымыз қоңыр болды. Енді үстіне ұнды салып, осылай тоқтамай араластырып тұрамыз. Ұнымыз кішкене аздау болды, тағы да үстіне ұн салып, осылай қуырып тұрамыз. Өйткені түбі жабысып, ұндарымыз түйіршіктері көп болып кетуі мүмкін. Бұл ұн жас босанған аналарға шайға салып ішсе, сүттері қою, құнарлы болады. Бұны бұрын үлкен кісілер осылай жасап ішетін болған. Мен де осылай көріп жасап көрейін дедім. Сіздерде жасап көруге кеңес беремін. Мінекей ұнымыз қоңырқай түске енді. Тағы да кішкене араластырамыз. Кішкене ақ болып тұр. Өйткені аппақ болса, ұнымыз шикі болып қалады. Біз араластырып тұрғалы міне жарты сағаттай болды. Ұнымыз қоңырланып келе жатыр. Енді кішкене осыдан кішкене қоңыр болса, өте қатты қоңыр болса, ұнымыз күйіп кетеді. Мінекей осындай баяу отта қуырып жатырмыз. Ұнымыз қоңырланды. Енді бір 5-10 минуттай қуырсақ, ұнымыз дайын болып қалады. Мінекей достар, ұнымыз дайын болып қалды. Отты өшіріп, кішкене араластырып тұрамыз. Түйіршіктері сол кезде жоқ болып кетеді. Мінекей тарелкаға салдық. Осылай әдемелеп салып қойсақ болады.